Армысыз қазақ елі. Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Небір комментарияға мықты жазамыз ғой, жазып жатырық. Анау сондайсың, сен бұндайсың. Сендердің айтқандарың келсе екен деп қуанамын мен. Бірақ сендердің айтқандарың келмей тұр ғой. Білесіздер, алдында Бекет-Атадан бастап Түркістанды аралап келдім. Одан кейін Астанаға Кенесары ханның 200 әскері жатқан жерге барып келдім. Міне келгенім бітті. Жолда Кенесары ханның сарбаздарынан, Кенесары ханның өзінен аян алдым. Енді өткенде айттым, бірдеңенің басын көріп келе жатырмын, айтсам ба, айтпасам ба деп. Енді ашық айтуға тура келіп тұр. Кенесары ханның әскерлеріне барғандағы алған аяным. Түс көрдім, түсінде айтайын сіздерге. Түсінде Кенесары ханның сарбаздарының және Кенесары ханның өзінің берген аяндар бойынша: балам, мынандай заман кеп тұр, сенің айтқаныңа көнбейді бұл халық деді. Менің де айтқаныма көнбеген. Сөйтіп бөлініп, әрбір жерде өліп құл болдық. Ең бірінші байлар сатты деді, отанды. Одан кейін атақ іздегендер сатты. Одан кейін құлдыққа кеттік. Сөйтіп енді ес жинап жатырық. Тағы да сондай кеңкелестік заман келді. Алдында саған неге 300-дің басын біріктіріп, маған ас бересің, халық біріксін, кешірім сұрата бер деп не үшін айттым? Енді қара деп Кенесары хан таза айтты. Енді мынандай жаман оқиға жатыр, үкіметке ескерт деді. Байлардың, депутаттардың, министрлердің үйін аңдып жүр. Белгілеп қойған. Қазір бірдеңке болса, олар үкіметте жүгіре берсін, біз олардың үй ішінде істейміз қылмысты деп топтасқан. Негізгі түсінде көргендер олар сақалдылар сияқты болды. Өзге жат ағымдағылар аңдып жүргендер бар деді. Бұл бір. Екіншіден, біздің байлар кезіндегідей мені сатқандай елім деген азаматтарды сатып жатыр. Енді біздің үкімет өзге елге қан төгуге әскер жіберіп қырады деді. Менің әскерім сияқты біріне бірі жете алмай қырылады. Бұл болатын оқиға деп нықтап аян берді. Енді не істейсің? Халық үкіметке бәріне жеткізіп айт деді. Менікі айту міндет. Байлар бала шағасымен отбасына абай болсын. Және комитет адамдары, үкімет адамдары, орган адамдары, полициялар бәрі сақтықта болсын. Біздің Қазақстанның ішінде жамандықты ойластырып отқан азаматтар бар. Солардан сақ болсын деді. Оның бір Әбілязовтардың азаматтары, солардың ұрпасына жүрген, тағы да діни ағымдағы азаматтар, Жаппаровтардың кезіндегі біраз жүрген діннен ағып шығып кеткендердің және қарапайым халыққа көтеріліске шықпасын. Босқа қырылады. Өйткені үкімет қайсысы террорист екені, қайсысы Әбілязовтың адамы екенін білмей жаппай оқ атуға тура келеді. Сондықтан тоқтасын. Ал енді байлар ойлансын. Кешегі заманында мені сатқан байлар, мені сатқан шолақ етектер, бүгін де солар халықты сатайын деп тұрған. Ал енді жан-жақтан үкіметті қысып, су басып, жан-жақтан дауыл тұрып, жан-жақтан итеріліп келатқан кезінде үкіметтің басы не істерін білмей, қайткенде бір амалын сақтап, қазақ деген халықты алып қалу керек. Ол Тоқаев мырза келіссе де, келіспесе де шетелдіктер кіреді бізге. Олар бәленбай күші бар, қаруы бар, бізде ондай жоқ. Сондықтан бізде айла керек деген үлкен аян алдым. Және мынандай сөзді аузымнан бір ай болды түспей жүргені. Кенжеханның көріпкел шал болды, кешегі ковидті айтты, қайтыс болды ғой. Сол кісінің ең соңғы сөздері қайта аузыма түседі. Қазығұрт еңірейді. Бір бала қазығұрттың басынан ақ ту көтеріп шығады. Халық оны күлкі қылады, мазақ қылады, жынды қылады. Сөйтіп қырылып ең аяғында тізесінен қанға батқан кезде сол баланың айтқан дұрыс екен дейді. Осы қайта келіп жатыр аузыма.
Сөйтіп мен Кенесары ханның әскерінің сарбаздарының жатқан жеріне бардым. Сол жерден осы аянды алдым. Енді бай кедейді, кедей байды, патша халықты аямайды. Бірін біріне аяусыз оқ ататын кез келеді. Сондықтан үкімет адамдарына да, халыққа да айтарым, тоқтатыңдар, қан төгіссіз. Бұл мылтықсыз майдан, айламен, амалмен ұтуымыз керек. Сондықтан көріп тура бұл кезге мына заңды қабылдауда, мәслихатты да бәрін осы жерге әкеп тығылып, бұл шетелдегі бізге мәжбүрлік күшпен айлаларын асырып тұрғандардан тез құтылу процестерінің ісі. Сондықтан мен бұл жерде сіздерден өтінемін, сақтаныңыздар. Ал енді маған елінде еліме бар деп аян беріп тұр. Еліңе бар, аунап-қунап жат, 2-3 күн ата бабаң әруағың басына барып тәубет. Берсе қобызды көтер, бермесе ол қобыз бір атадан, сол кісінің кіндігінен тараған баршасының түбіне жетер. Бірін қан қысыммен, бірін жан қысыммен, бірін жолдан, бірін қолдан қандан ішіп, жандарын сүйретеміз. Уақыты келді. Негізінде бәрін қысып қойғанбыз қан қысымнан. Ар жағы қалай болатынын Құдай білер деген аян тастады. Енді осы аянға қарай орындау үшін мен елге 3 күн ба 4 күн ба аунап қайтуға сапарға шығам. Ал енді жалпы халық маған күле беріңдер, маған үре беріңдер, мені боқтай беріңдер. Бірақ өзіңнің жап-жас балаң оққа ұшқан кезде өздеріңнен көріңдер, менен емес. Мен сіздерге айтарым, халықты көтермеңдер. Жас балаларға сақ болыңдар. Мектеп, үлкен жастағы мектептің балаларына, үлкен класса сақ болыңдар. Неше түрлі ағымдықтар ораза ұстатып, намазға үйтіп, мешітке шақырып, қолап жүрген имамдардан сақтаңдар. Жастарды тез ораза ұстатып, мешітке кіргізіп, миларын суғып жібереді. Ол ағымға кіргізуге дайын болып жатыр. Сондықтан мектеп жастағы балаларға ораза ұстағандардан сақтаныңдар, және оларды бақылаңдар. Бар болыңыздар, менікі халқыма деген жанашырлық, және үкіметке деген жанашырлық. Қалған өздерің біліңдер. Бар болыңыздар.